Кейінірек шығарма бойынша тағы бір топ адам шәкәрімге бата сұрап келеді. Сол кезде олар оған дейін зият кеткеннен кейін Семейден келген барлаушылар кеңес үкіметінің зиятты таппай кетеді Саят Қорадан. Сондықтан олар өздеріне тағы да подкрепление шақырып Шыңғыстау маңын бүкіл жерді тінтей бастайды. Бұл тінтудің тағы бір себеп болғаны ол сол кездегі бандылар болатын. Ол банды дегеніміз ол негізі Қарасартовтың ойлап тапқаны болатын негізі. Және негізі ол сол банданың басшысы Шәкәрім деп айтты және оған жала жапқысы келді. Бұл Шәкәрімді ақырын алып тастаудың әдісі болды десек те болады. Сол кезде сол тауларды, сол жерлердің маңдарын барлығын Көкімнің солдаттары тінтіп жүрді. Сол кезде Шәкәрім сол екінші топ келген адамдарға көмек ретінде қысқа жолды көрсетуге кеткен кезде алдарынан Қарасартов шығады. Қарасартов және қасындағы бір топ солдат шығады. Сол кезде Шәкәрім солармен жөн сұрасып барған кезде Қарасартов оны байқап қояды. Және оның артындағы адамдарды байқап, осы кезде ол өзінің дегеніне жеткен сияқты болады. Өйткені сол кезде ол Қарасартовтың қолында Шәкәрім банданың басшысы деген пікірге сол пікірді растайтын улика сияқты қолына түседі. Сол кезде ол қасындағы бір солдатқа оны атып түсіруге бұйрық береді. Бірақ ол солдат бір атқаннан Шәкәрімді атып түсірмей жай жаралайды. Бірақ оған қарамастан Шәкәрім Қарасартовтарға жақындай береді. Сол кезде Қарасартов мылтықты өзі алып Шәкәрімді атып түсіреді. Одан кейін олар оның денесін алып кетеді. Және сол облыс орталығына апарады. Сол кезде Қарасартов бүкіліне бандалардың басшысы Шәкәрімді қолға түсірдік деген жариялайды. Сол кезде шығармадағы кішкене фантастикалық жанрға сай оқиғалар орын алады. Ол жанның денеден бөлінуі және жанның дене өлгенімен, адамның тәні өлгенімен жаны өлмейді деген сияқты. Шәкәрімнің жаны сол жерлерді ұшып жүріп шығарма енді соның көзімен көргенде бейнелейді. Ол сол өзінің сол Қарасартовтың жариясында тұрған адамдарды көреді. Олардың кейбіреуі Қарасартовты қолдаса, бірақ көбі Шәкәрімді жоқтап тұрады. Және Қарасартов оларға олардың осы немесін қолдамайды. Және Шәкәрімнің жаназасын шығарып
дінмен жерлеуге қарсы болып, оны құдыққа лақтырып жіберуді бұйырады. Сосын оның нөкерлері дәл сол айтқанын жасайды. Шәкәрімді ауылдың шетіндегі құдыққа тастап, үстін топырақпен жауып тастайды. Осымен шығарма аяқталады. Шығарма осылай аяқталады. Енді шығарманың авторы Қабдеш Жұмаділов туралы мәліметтерге келетін болсақ, Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы Қытайда дүниеге келген. Қытайдағы қазақ диаспорасының ауылында дүниеге келген. Ол сол жерде алғашқы білімін алады бастауышта. Кейінірек Қытай билігін айту бойынша Қазақстанда Әл-Фараби атындағы ұлттық университетке оқуға түседі. Бірақ КСРО мен Қытайдың арасындағы кикілжіңге байланысты қайтадан Қытайға шақыртылып алынады. Сол кезде Қытайға шақыртылып алғаннан кейін ол саяси қудалауға ұшырайды, және сол кезеңде шекараны бұзып өткен қазақтармен бірге қайтадан Қазақстанға оралады. Кейінірек ол өзінің университеттағы оқуын жалғастырып аяқтап шығады. Оның ең алғашқы шығармаларының бірі, осы шығармашылыққа кіргізген шығармаларының бірі Жамал шығармасы болып табылады. Ол өзінің шығармашылық өмірін Қытайда сол саяси қуғын-сүргін кездерінде жазады. Кейінірек оның Тағдыр шығармасы және одан да басқа көп шығармалары мемлекеттік марапаттарға ие болады.